Баршаға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге жүзім жапырағынан дайындалатын қазақша долманың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге қажет болады жүзім жапырағы. Бізде қатырылған түрі, сиырдың еті, өз қалауыңызша ет қолдансаңыз болады. Күріш, тұз, бұрыш, жуа, қызанақ және де райхан немесе аскөк қоссаңыздар болады. Ең алдымен суды қайнатып, жүзім жапырағын ыдысқа салып, үстінен қайнап тұрған суды қойып, 10 минутқа қойып қоямыз. Содан соң салмасын дайындауға кірісеміз. Алдымен пиязды 4 бөлікке етіп ұсақтап турап, содан соң қызанақты да, райхан жапырақтарын да қалауыңызша қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады, және де аскөктерді қоссаңыз болады. Ендігі кезекте күрішті алдын ала 2-3 рет жуып, сосын салатын боламыз. 1 шай қасық бұрыш. Содан соң 1 шай қасық тұз қосамыз. Енді долманың түйілу тәсілін көрсететін боламын. Анықтап қарап алыңыздар. Судан осылай жапырақтарымызды шығарып, су кішкене сырғығаннан соң ортасына салмасын салып, бірінші осылай 1 рет орап аламыз, сосын 2 шетін ішіне қарай орап, толық орап шығатын боламыз. Барлық жапырақтарды осылай түйіп алдық. Ендігі кезекте отқа қазанды қойып, сұйық майды құйып, ары қарай тамақты дайындаймыз. Пияз, картоп және де аздаған томат пастасын салып қуырып болғаннан кейін үстінен кішкене ғана тұзды қосып, жақсылап тағы да қуырып, содан соң үстінен долмаларды осылай теріп шығатын боламыз. Долмалардың барлығын қазанға жайғастырып болғаннан кейін үстінен осылай 2 пиала салқын суды құйып, сосын бетін жауып, астын қатты қойып, бір қайнатып болғаннан кейін, бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін астын баяулатып 30 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің долмамыз дайын болып шықты. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.